Ассалаумағалейкум жақсылар. Егер сіз ночной потолоктың қалай тартылу керек екенін білгіңіз келіп жүрсе, не болмаса видео таппай жүрсеңіз, онда біздің каналға қош келдіңіз. Бұл каналдан сіздер ночной потолокты өз үйіңізге өзіңіз тартып алсаңыз да болады. Не болмаса жаңадан енді ғана үйреніп жүрген болсаңыз, онда біздің видеоларды тегін көріп, профессионалды жағдайға дейін көтерілсеңіз болады. Үшінші, сала таңдай алмай жүрген кісілер болса, не болмаса бас қатырып, қандай саламен айналыссам болады, қандай жұмыс істесем болады, қандай кәсіп түрін таңдасам болады деп бас қатырып жүрген араларыңызда болса, ночной потолоктың қалай жасалып, қалай тартылып, қандай нюанстары бар, егжей-тегжейлі қыр-сырын ашық жариялап айтып беремін. Егер бұл саланы таңдасаңыз, не болмаса өзіңіз ночной потолок тартсаңыз, қанша пайыз сізде экономдайсыз, не болмаса қанша ақша табасыз, осы жайында әңгіме қозғасақ. Егер сіз сауда жасасаңыз да, кез келген қызмет көрсетсеңіз де, бірге бір пайда көріңіз керек. Сол секілді ночной потолоктан да кем дегенде бірге бір көресіз. Мысалы, 200 мыңға тапсырыс алсаңыз, оның 100 мың теңгесі шығындарыңызды, материалдарыңызға, шығындарыңызға өтейсіз де, 100 мың теңгесі өзіңізде пайда қалады. Екі адам, алғашында 2 адам істесе де жеткілікті, 2 адамға бөлсеңіз 50 мыңнан түседі. Енді ночной потолок жайында қысқаша сіздерге түсіндіріп өтейін. Ночной потолок осындай ПВХ материалдан жасалатын, ыстыққа созылатын, сондай жұқардан материал. Бұны қолмен былай тартып жырту мүмкін емес, өте мықтырақ. 1 квадрат метрі 100 килограмм салмаққа дейін көтеріп тұра алады. Енді бұның түрлерін айта кетсем, ең тараған түрлері және глянцевый, матовый, сатин болып ең көп қолданыста жүрген материалдар. Яғни глянц дегеніміз бетінде жылтыры бар, бетінде лагы бар. Бұл айна сияқты кішкене отражение беріп, искусстволық көрініс береді. Яғни сіз жасанды екенін кіріп келгенде көріп, ночной екенін байқайсыз. Ал енді матовый деген түрлерінде оның глянцевый жәнегідей бетінде лагы болмайды. Оның бетінде шуршавый дейді ғой, кедір бұтыры болады. Осы арқылы біздің натуральный көрініс береді. Яғни біздің ливкасы жаққан сияқты таза шынайылықты көрсетіп тұрады. Ал енді сатин десеңіз, сатин деген жылтыр материалмен матовыйдың екеуінің ортасы. Яғни ол отражение бермейді, бірақ кедір бұдыры жоқ, гладкий болады. Және де барлық видеолар тегін, ешқандай ақша салмайсыздар. Үйреніп, тек қана бізге подписаться етіп, поделиться етіп, не болмаса комментарийға өзіңізді ойыңызда жүрген, болмаса бір қиыншылықтар болған жерлерін жазып, комментарий жазып, қазақ халқы болғаннан кейін кішкене мақтаншақ халықпыз, сол үшін кішкене астына жарайсың, тек қана алға деген мотивациялық сөздер жазсаңыз, біз келесі видеоға түсіруге құлшыныспен кірісетініміз анық. Қазақ бауырлар үшін, қазақ тілді меңгерген азаматтар үшін арналған. Сондықтан аямай поддержка беріңіздер, бөлісіңіздер, подписаться етіңіздер, лайк басыңыздар. Ошын алдыда не кнопка бар, соның бәрін басып, таратып, группаларға таратып, біздің осындай ақпаратты тезірек жеткізуіңізге, тезірек бір кісілердің жұмыс тауып алуына, не болмаса үйреніп жатқан адамдардың одан сайын тәжірибесін жақсартуына үлесіңізді қосыңыз. Не болмаса өзіңіз үйреніп, өзіңіздің төбеңізді ешкімнің көмегінсіз осы видеоны көру арқылы жасап алсаңыз, 50% ақшаңыз қалтаңызда қалады. Келесі видеоларда кездескенше сау саламатта болыңыздар.